Әлем қарқынды өзгеруде. Сонымен бірге білім мен дағдыларға қойылатын талаптарды өзгеріп келеді. Бүгінде оқу бұл тек өмірдің бір кезеңі ғана емес. Шексіз мүмкіндіктерге жол ашатын үздіксіз үдеріс. Біз бұл өзгерістерге қалай бейімделудеміз? Бауыржан Құмарғалиұлы Нұрахметов, техника ғылымдарының докторы, профессор, Алматы технологиялық университетінің бірінші проректоры. Қазақстан Республикасында 2023-2029 жылдарға арналған жоғары білім мен ғылымды дамыту тұжырымдамасы аясында үздіксіз білім беру жүйесін дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Аталған тұжырымдамада өмір бойы оқытуды оңтайлы қамтамасыз ету үшін білім берудің барлық деңгейлері мен нысандарының, оның құрылымы мен мазмұнын тиімді өзгертудің мақсаттарын айқындайды және осы тұста жасалатын міндеттерін, оның тәсілдерін негіздеп береді осы тұжырымдамамыз. Бұл білім деңгейін үнемі жаңартып, кәсіби құзыреттілікті арттыруға, мансаптық өсуді жеделдетуге және жоғары жалақы алу мүмкіндігін кеңейтуге жол ашады. Сондай-ақ үздіксіз білім алу қоғамның интеллектуалды әлеуетін арттырып, экономикалық және технологиялық даму үдерістеріне белсенді қатысуға мүмкіндік береді. Алматы технологиялық университеті өмір бойы білім алу қағидатын іске асыру мақсатында бірнеше бағытта жұмыс атқаруда. Біріншіден, микробіліктілік бағдарламалары. Қазіргі таңда университетте 39 микробіліктілік бағдарламасы әзірленді және олар тыңдаушылардың нақты кәсіби дағдыларын дамытуға бағытталған. Екінші бағыт қысқа мерзімді курстар. Бұл бағыт сұранысқа ие салалар бойынша мамандардың біліктілігін арттыруға арналған. Үшінші бағыт жаппай ашық онлайн курстар бағыты. Skills.atu.kz платформасында студенттер, мамандар, ұйым қызметкерлері және өзге де пайдаланушылар үшін ашық онлайн курстары қолжетімді болып табылады. Төртінші бағыт күміс университет жобасы. Бұл жоба егде жастағы азаматтарға жаңа білім мен дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. Цифрлық сауаттылық, IT, туризмдегі ағылшын тілі сияқты курстар ұсынылады. Университет жетекші бизнес және қоғамдық ұйымдармен әріптестік орнатып, еңбек нарығының сұранысына сай білім беру бағдарламаларын әзірлеуде. Сонымен қатар бірлескен тағылымдамалар, кәсіби даму курстары және микробіліктілік бағдарламаларын іске асыру арқылы білім алушылардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруда. Университет дуалды білім беру жүйесін дамыту, өндірістік тәжірибені күшейту және сарапшылармен бірлескен шеберлік сабақтарын ұйымдастыру арқылы студенттердің тәжірибелік дағдыларын жетілдіруге ерекше мән беріп келеді.